2004 жылдың шілде айында емханамызға Англиядан арнайы профессор келді. Сіздердің ата-бабаларыңызда өзіндік қалыптасқан медицина, шипагерлік болған ба? Жоқ әлде кейіннен үйрендіңіздер ме деп сұрақ қойды. Осы сәтте бізде істейтін орыс профессор әйел бірден қазақтарда медицина болған емес, кейіннен орыстардан үйренген деп қойып қалды. Мен орыс әйелдің сөзін аяғына дейін сабырмен тыңдап болдым да, ағылшын дәрігеріне былай дедім. Сізге мысал ретінде екі мәселен айтайын. Сосын біздің ата-бабамызда медицина болып болмағандығын өзіңіз шешіңіз. Жақсы деді. Сіздерде ас қорытуға қажетті маңызды ферментті бөлетін безді панкреас дейді. Бұл тасбақаның жотасындағы тасы, яғни сауыты дегенді білдіреді. Яғни сіздер бездің сыртқы ұқсастығына, оның түріне қарап осылай атағасыздар. Ал орыстарда поджелудочная железа дейді. Олар да асқазанның астында орналасқандығы үшін осылай атаған. Екеуі де көзбен көргеніне қарап атау берген. Ал біздің ата-бабаларымыз ұйқы безі дейді. Себебі бұл без жұмысын тоқтатқан жағдайда адам комаға, яғни ұйқыға кетеді. Егер ата-бабаларымызда медицина болмаған болса, онда аталмыш бездің комаға себеп болатынын қайдан білген дегенімде, ағылшын профессоры үнсіз басын шұлғыды. Сосын ген ғылымы дамығаннан кейін ғана ғалымдар түрлі аурулардың неше атаға дейін тұқым қуалайтындығын дәлелдеп отыр. Ал біздің ата-бабаларымыз 7 атаға дейін қыз берісіп алысуға тыйым салған. Және бұл тыйым әлі күнге дейін жалғасып келеді. Қазақтар медицинаны білмеген болса, олар ғылым енді ғана біліп жатқан аурудың неше атаға дейін тұқым қуалайтындығын қайдан білген дегенімде, әлгі профессордың көзі шарадай болды. Шынымен де сіздерде 7 атаға дейін үйленуге болмай ма? Бұл ғажап қой, ғажап. Мынандай халықта медицина болмады деуге әсте болмайды деп таңданысын жасыра алмады. Ал ана орыс профессор әйел Ерсін Тұрсынханович, я эти моменты не знала деп қайта-қайта кешірім сұрады. Ойланатын дүние. Мұндай мысалдар өте көп. Ендеше біздер ата-бабамызбен мақтануымыз қажет. Алайда бұл мақтаныш өз-өзімізді жұбату үшін емес, шабыттандыру үшін керек. Травматолог Ерсін Тұрсынханұлының жазбасынан.